Армысыздар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін мен осы PowerPoint бағдарламасында анимациялық видео жасап көрдім. Бір әріптестен көріп, сол әріптестің жұмысына қарап, өзім де дайындап көрдім. Енді бірге тамашалап көрейік. Тақырыпты осылай жаңа жыл ұстаз деп алдым. Мұнда осы мәтін бойынша тапсырмалар берілген. Мәтін бойынша түрлі тапсырмаларды оқушылар орындауы қажет. Мысалы, бірінші мазмұнын мұнда жазып қойдым тізіп. Бірінші диафильм дейді. Бірінші кітапты таңдаймыз. Бірінші кітап ашылғанда бізде, яғни осы сөздерді оқушылар оқып шығу керек жылдамдықта. Бұл жерде секунд қою керек, арнайы минут қою қажет. Сонда оқушылар сол белгілі секунд ішінде осы сөздерді оқып шығу керек. Енді сіздер бұлай өздеріңіздің мәтіндеріңізге, тапсырмаларыңызға, тақырыптарыңызға байланысты дайындай аласыздар. Екінші кері оқу. Екінші кітапты ашқанда кері оқу тапсырмасы. Яғни мынау кері тұрған сөйлемдерді оқушылар дұрыс оқып шығуы қажет. Бұл жерде де мәтін бойынша орындауларыңызға болады. Мен өзімнің сабақ беретін сыныптарыма осы кері оқу әдісін қолданып жүрмін. Оқушылар қызыға оқиды. Мысалы, туған жер адам өмірінде киелі орын алады. Бұл енді жоғары сыныптарға мен осындай тапсырмалар беремін, кері байланысты. Ал егер бастауыш сыныптар болса, мендегі бастауыш сыныптарға мен жеңіл түрінде беремін. Бір сөздерді ғана кері қойып қоямын, жеңіл түрінен беріп отырамын осылай. Келесі шынжырлы мәтін. Міне үшінші кітап шынжырлы мәтін. Бұл жерде сөйлемдерді осы бір минут немесе секунд аралығында оқып шығу қажет. Олар жаңағы сыныптың деңгейіне байланысты болады. Жоғары жаққа сіз минутты, секундты қойып қоюыңызға болады. Мысалы, бір минуттың ішінде 4-ші сынып оқушысы осы сөйлемдерді оқып шығу қажет десе, онда мына жерге секундты қойып қоюыңызға болады. Мысалы, әрбір жанға өзінің отбасы ыстық болса, отан да адам баласына сондай ыстық. Отан үшін отқа түс күймейсің деген мақал бар. Расында да, егер отан үшін жаныңды қисаң, ол үлкен абырой. Өзі өлсе де аты ешқашан өлмейді. Тарихта мәңгі қалады. Отан деген сенің туып өскен кіндік қаның тамған жер. Отанға деген сүйіспеншілік анаға деген махаббатпен тең. Бұл жерде де оқушылардың деңгейіне байланысты, тақырыптарыңызға байланысты сөйлемдерді осылай бере аласыздар. Кері. Шымылдық дейді төртінші кітап шымылдық. Әрбір жанға өзінің отбасы ыстық болса, отан да адам баласына сондай ыстық. Отан үшін отқа түс күймейсің деген мақал бар. Расында да, егер отан үшін жаныңды қисаң, ол үлкен абырой. Деп осылай оқушылар белгілі уақыт аралығында оқып шығуы керек. Жарты мәтін. 5-ші кітап жарты мәтін. 5-ші кітап бізде мына кітап. Тез оқу керек. Бұл 5-ші кітап міне бізде кешірметінем. Қазақстан тәуелсіз мемлекет, сондықтан оның өз әнұраны, президенті, рәміздері бар. Қазақстан тәуелсіз мемлекет болғандықтан өзінің ұлттық валютасы да бар. Ол 1990 жылы 15 қарашада теңге болып қабылданды. Бұл жерде анимациялық видеоны ақырындатуға да болады, немесе бұдан да жылдамдатуға болады. Келесі айналмалы сөздер. Мұны оқу керек оқушы жылдам аралықта. Мысалы, көктем келді, көктем мезгілінде 3 ай бар. Олар наурыз, сәуір, мамыр. Көктем мезгілі басқа мезгілдерден өзгеше болып келеді. Көктемде құстар өлкемізге ұшып келеді. Біз оларға жем береміз, үйшікте жасап береміз. Міне осы оқушылар сөйлемдерді оқып шығу қажет. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің тақырыптарыңызға байланысты сөйлемдер бере аласыздар. Келесі тәтті бәліш. Мына бәлішті айналдырғанда оқушылар жылдамдықта оқып шығу керек. Астана әсем қала, мен Астана қаласында тұрамын. Астанада бәйтерек бар, Астана арман қала. Міне осы оқып шығу қажет. Мысалы, бұл жерде сөйлем берілген. Енді бұлай сіздер
сөздерді оқытуға болады. Бұл да енді деңгейге байланысты. Мысалы, қалам, оқушылар, дәптер, қарындаш, мектеп, ұстаз, кітап, парта, қалам деп осылай тез оқып шығу қажет. Буыннан сөз құра. Буыннан сөз құра. Буыннан сөз құра бізде мына кітапша. Енді сөздерді құрастыру керек. Балға, мектеп, алма, қалам, көктем, бала. Жылдам оқып көр. Жылдам оқып көр. Міне мына кітап бізде керісінше жазылған. Сол сөздерді тез оқу керек. Қоян, мектеп, дала, тақта, терезе, дәптер, парақ, бояу. Жасырынған сөздер. Тез оқу керек. Атам жайлаудан келді. Құлын өте сүйкімді. Осыны оқушылар тез жылдамдықта оқуы қажет. Міне әріптестер, сіздер де осы PowerPoint бағдарламасы арқылы өздеріңіз осындай тапсырма құрастыруларыңызға болады. Бұл жерде мен бір әріптесімізге қарап, сол кісіден идея деп айтуға болады, идея алдым. Сосын осы бағдарламамен қалай жұмыс істеу керек, анимациялық жолын үйреніп көрдім. Міне мына анимация арқылы барлық жұмыс жасалады. Ал мына жерде кітаптарды таңдау, бұл гиперссылка арқылы жасалынды. Сіздерге де идея болсын, бірге бәріміз дамайық, оқушыларға осындай тапсырмаларды мәтіннен соң қызықтырып беруге болады. Өзім қолданып жүрмін. Оқушылардың белсенділіктері өте жоғары. Осындай дүниені сіздер де қолданып көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Назарларыңызға рахмет.